Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен балықты пісірме күйінде дайындаудың тағы бір жолын ұсынып отырмын. Көп тіркелушілерім балықты дайындамай кеттіңіз, оны майсыз дайындап көрсетіңіз деген өтініштер болды. Сондықтан солардың өтінішін орындайын деп міне дайындап жатырмын. Міне балығы да ішінде көкөністері де бәрі бар. Сондай керемет тағам болды. Осыны енді сіздермен біз болып дайындап көрейік. Бұл керемет балық пісірмесін жасау үшін бізге керекті азық түлік. Бізге ең керекті басты мынау азық зат. Бұл тилапия деп аталатын дүкендерде сатылатын балық. Бұл балықтың бір ерекшелігі, бұл сүйексіз, турап қалай салсаңыз да, қалай қуырсаңыз да бола береді. Бүгін біз мына пісірмені осы балықпен жасағымыз келіп тұр, себебі майсыз күйінде болады. Сосын жаңағыда көкөністермен дайындалады. Соны қазір біз жасап көрейік. Оған бұл тилапияны мына пиязбен араластырып, әдемілеп турап қоюымыз керек. Онан кейін мына картоп, 3-4 картоп алдық, оны үккіштен өткізу керек. Мына сәбізбен пиязды үккіштен өткізу керек. Сөйтіп қуырып алу керек. Мына бетіне сосын мына ірімшік салынатын. Қазір соны біз сіз болып жасап көрейік. Міне үккіштен өткен сәбізбен пиязды дәмдеуіштерін қостық, қызыл, қара бұрыштарын, сосын райхан қосып жібердім, жалбыз қосып жібердім, қалаған дәмдеуіштерімізді қосып, бір 5-10 минут қуырып алдық. Міне мынау картопымызды үккіштен өткізіп, дәмдеуіштерін бәрін қосып қойдық. Мынау ірімшігіміз, мынау жаңа қуырылған сәбізбен пиязымыз. Мынау ең бастысы мына пиязбен мынау жаңағы балық, тилапия деген. Бұл балықты осылай үлкендігімен турап қойдық. Қазір мына майонез қосып, или қаймақ қосып араластырып, мына картоптың үстіне салуымыз керек. Мынау менің ыдысым. Енді оған бірінші кезекте картопты салайық. Асты майланған, 25-те 25. Сондай әдемі балық болады бұл. Балықтында көп тағам жасамайсыз деп менің қыздарым айтып жатыр. Тіркелушілерімде ішінде қыздар айтып жатыр, балықтан майсыз тағам жасаңызшы деп, соның орындайын деп жасап жатырмын. Таяғда біз жас кезімізде кез келген асханада бейсенбі күн балық күні естірілетін. Сіз кірсеңіз, қаласаңыз да, қаламасаңыз да балық жейтін тұғынсыз. Сол сияқты сонда балыққа өте мән берілген оның жаңағы ағзаға пайдалылығына. Міне енді осыған мына балығымызды әдемілеп араластырып саламыз. Мен әдемілеп араластырып алыңыз. Көп қоспадым майонезді, себебі майлы болып кетуі мүмкін. Міне дәмдеуіштері бар, тұзы бар, қысқасы бар. Міне біздің балығымыз майсыз күйінде әдемі пісірменің ішінде жейсіз. Керемет тағам болу керек бұл. Бәріне ұнайды. Тісі барға да, тісі жоққа да керемет тағам болу керек. Енді бұл екі ортада біздің жаңағы сәбізіміз керек. Майды да көп салмадым, көріңіз. Осы қуырылған пиязбен сәбізді бетіне салуымыз керек. Сонда мына көкөністердің бәрі бар. Картоплы да бар, сәбізде бар, балығы да бар. Сонда ол қандай жаман тамақ болсын. Қараңыз, қандай керемет тағам болады қазір. Әдемілеп духовка пешке салып аламыз. Бір 30 минутта 180 градуста. Сонда керемет болып пісу керек. Енді қазір балықтың пайдасын бәрі айтып жатыр. Сондықтан да аптасына бір рет балық жеп тұру керек негізі. Қуырылған күйінде болсын, пісірілген күйінде болсын, кез келген аптада аптасына бір рет балық жеп тұру керек. Соның маңызын белгілі болған ғой сол кезде біздің жас кезімізде. Жоғарыдағылар ойланды ма? Әйтеуір. Міне енді қандай күшті пісірме. Енді осының бетіне қызару үшін мына
ірімшікті әдемілеп сеуіп жібереміз де. Духовкамыз қызып тұр. Бір 30 минут тұрады көп болса. Ол балығыңыз 20 минутте пісетін балық. Картоплыңыз күштен өткізілген. Сәбіз уже піскен. Міне қазір духовкада 180 градуста духовкамыз қызып тұр. 30 минутке барады. Міне духовкада 180 градуста 35 минут тұрды. Қараңыз, керемет түрі әдемі болған. Қазір сәл суысын, сосын дастарханға алып келеміз. Міне сәл суды кесейік жатырмыз. Şimdi балығын да көрейік. Басқа көкөністерін де көрейік. Үлкенге де, кішіге де ұнайтын сондай керемет тағам болуға тиіс бұл. Дәруменнің, адам ағзасына керек дәруменнің бәрі бар бұл жерде. Сондықтан қазір көрейік. Мені қараңыз. Міне астындағы картоплы, сәбісі, ортасындағы балығы. Қандай керемет. Майсыз, әдемі балық. Міне осылай жасап жүріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий, айтыңыздар, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Сіздердің комментарийларыңызды жақсы болсын, сәл ұнамайтындай болсын, бәріне мен жауап беріп жүрмін. Балықты осындай дайындау түрін тағы да көріңіздер. Онда күшті көп дайындап жүрген шығарсыздар, мен оны білемін. Енді осы әдіспен де дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.